Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді сырный шарики жасайтын боламыз. Көбісі ойлайды екен, сырный шарики жасау өте қиын, дұрыс шықпайды деп. Негізі ол өте қарапайым әрі оңай жасалынады. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қыздар, одан да бөлек менің каналымнан көптеген хит рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаны ағынан сарысын бөлек ажыратып аламыз. Ақ уызға сарысы қосылып кетпеу керек. Сарысының үстінен шым-шым тұз саламыз. Бір ас қасық ұн қосамыз. Жақсылап венчиктің көмегінде араластырып аламыз. Жұмыртқаның сары бөлігін біз кляр ретінде пайдаланатын боламыз. Міне жақсылап осылай араластырып алдық. Енді бір шетке қоя тұрамыз. Ақ уызын миксерлейміз. Алдымен жай жылдамдықтан бастап, минут сайын көбейте отырып, аппақ көбік болып, ағарғанға дейін жақсылап миксерлейсіздер. Ақ уызымыз өзінен 2-3 есе ұлғаю керек. Міне осылай дайындап алдық. Формасын жақсы ұстайтын болып тұр. Енді ірімшігімізді үккіштің үлкен тісінен шығарып қосып аламыз. Ірімшікті барынша жақсысынан сапалы түрінен пайдаланыңыздар. Сол кезде біздің шарикиларымыз өте дәмді болып, әрі созылып тұратын болып шығады. Дәл осылай барлық ірімшікті үккіштен шығарып аламыз. Міне ірімшігіміз дайын. Енді оның үстінен 3 ас қасықтай ұн қосамыз. Жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Бізде қамыр секілді болып шығу керек. Не осылай бір шай қасықтан қолымызбен алып, жақсылап шарикилар жасап аламыз. Шарики жасаудан бұрын қолымызды сумен жуып жібереміз. Сол кезде қолға жабыспай, әдемі болып, тегіс болып шығады шариктеріміз. Барлық қамырларымызды дәл осылай формасына келтіріп аламыз. Сырный шариктеріміз дайын. Менде 24 штук шықты. Енді біз жаңағы клярдың үстінен бір ас қасық су қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Қазір біз бұл клярға сырный шариктерімізді батырып алатын боламыз. Сол себепті сұйықтау болғаны жақсы. Және де бізге панировочный сухарик керек болады. Мен осындай сары түсінен пайдаландым. Алдымен шариктерді клярға батырамыз, одан кейін панировочный сухариға батырып, барлығын осылай жасап аламыз. Міне барлығын панировочный сухаримен жасап алдық. Енді оны қуыруға кірісеміз. Алдымен табаны жақсылап қыздырып, көп мөлшерде май құямыз. Сырный шариктерді дәл бауырсақ секілді пісіреміз. Сол себепті өте көп мөлшерде май құясыздар. Майымыз қызығаннан соң 3-4 данадан сырный шариктерді салып, жақсылап қызартырып, 15-20 секунд қана қуырасыздар. Егер одан да көп қуыратын болсаңыздар, ішіндегі сыры қатты пісіп кетеді және де ағып кететін болады. Сол себепті аз-аздан сала отырып, жылдам-жылдам пісіріп алыңыздар. Міне достар, біздің сырный шариктеріміз дайын болды. Барлығын жақсылап қызартырып қуырып алдым. Көргендеріңізде өте оңай дайындалады. Панировочный сухарийді дұрыс таңдасаңыздар, осындай сап-сары болып, өте әдемі болып тұрады. Ыстық кезінде жесеңіздер, осылай ішіндегі ірімшігі созылып тұратын болады. Әрі өте дәмді болады ыстық кезінде. Егер де суып қалып жатса, микроволновкада ысытып алсаңыздар болады, немесе қайтадан оны қуырсаңыздар, дәл осылай ірімшігі созылып тұратын болады. Қыздар, рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Сол себепті құрбыларыңызбен, достарыңызбен видеоны бөлісіп қойыңыздар.
Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.